2026 жылдан бастап кәсіпкерлерге НДС 16%-ға көтеріледі. Бұл енді Қазақстандағы кәсіпкерліктің түбіріне түбегейлі балта шаппай ма? Енді НДС-тің жалпы кез келген салықтың өсуі кімге ұнайды жалпы? Әрине, салық өскен кезде сол салық төлеушілер, кәсіпкерлер өздерінің бюджеттері бойынша шығындары артып кетеді деп алаңдайды, уайымдайды. Оны түсінуге болады. Ешкім салықты артығымен төлегісі келмейді. Ол бәрімізге мәлім. Ал енді НДС-тің өзіне айтатын болсақ, Қазақстанда негізінде эконом теория базасы бойынша НДС-ті кәсіпкердің өзі емес, сол кәсіпкердің тауарын сатып алатын немесе қызмет көрсетсе, қызметін алатын клиент, сатып алушы өз қаражатынан төлеуі тиіс. Бұл эконом теориядағы идеал вариант. Бірақ шынайы өмірде бұл теория мен практика үнемі бір-бірімен ұласып келе жатпайды. Мысалы, егер де сіз 1000 теңгеге бір тауар шығардық дейік, сіз оның үстінен үстемақы 160 теңге, жаңа 16% НДС-ті қойдыңыз делік. Сіздің бағаңыз 1160 теңге болды. Бірақ сол 1160 теңгемен сатып алатын адам саны аз. Сондықтан да сіз келесіз де, оның бағасы 1160 емес, шамамен 1100 теңге немесе 1050 теңге, 1000 теңге қылып та қоюыңыз мүмкін. Бұндай жағдайда сіз НДС 16% қоюыңыз мүмкін. Теория бойынша ол 16%-ті сатып алушы төлейді. Бірақ түптеп келгенде сіздің бағаңыздың, тауарыңыздың бағасы өсімі 16%-пен тең болмағандықтан, түптеп келгенде НДС-тің бір бөлігін немесе толығымен кәсіпкердің өз есебінен төлеуге тиіс болады. Ол кейбір нарықтарда, кейбір тауарлар мен қызметтер бойынша бұндай құбылыс байқалады. Ол сөзсіз енді. Ал енді ол қаншалықты Қазақстан жағдайында кең етек алады? Енді бұл ретте толыққанды статистикалық ақпарат қажет, толыққанды дерек қажет, оны ары қарай талдау қажет. Өйткені қазіргі таңда айтып жатыр, НДС 16%-ке дейін өсетін болса, шамамен 4,5-5,5 триллион теңге қосымша табыс бюджетке түседі деп. Бірақ бұл бюджет түсімі қаншалықты деңгейде есептелінді? Сосын бюджеттің табысы 4,5-5 триллион теңгеге өсіп, ертең бюджет шығыны 6 триллион теңгеге өсіп кетсе, бюджет дефициті одан әрі күшеймей ме? Бұл жағдай қалай орын алады? Өйткені бізде әлеуметтік шығындар индексацияланады. Көптеген шығындар тіпті мемлекеттік сатып алулар арқылы жүргізілсе де, ол міндетті түрде инфляция бойынша ескеріледі. Ал бізде Қазақстанда қазіргі таңда инфляцияның өзі шамамен 12%-ның жобасында. Егер теңге құнсызданатын болса, бұл одан әрі өседі. Міне осындай жағдайда бюджеттің шығындар одан әрі өсігенде кезде, ол бюджет дефициті тағы да одан әрі өсетін болса, бұл НДС-тің өсімінің қажеті бар ма деген сауал туындайды. Жалпылама осы. НДС-тің көтерілуі, оның қалай айтсақ, енді негізгі себептері әрине бюджет дефициті деп айтылады, бірақ жалпылама микроэкономика деңгейінде, қарапайым азамат кәсіпкер деңгейінде ең алдымен адам табысын өсірмек алдында өзінің шығындарын қарап, шығындарын азайтады. Өйткені шығын азайту табыс көбейтуге қарағанда әжептәуір жеңілдірек және уақыты бойынша тез жүретін процесс. Ал макроэкономика дегеніміз, ол микроэкономикадан шығатын үлкен дүние. Егер де микроэкономикада өзі экономистер, бірінші курс, екінші курс экономистері өзі ассоциация келтіреді. Мысалы, микроэкономика ретінде бір тауды көрсететін болсаңыз, макроэкономика деген тұтас бір орман. Сол секілді макроэкономикалық деңгейде негізінде, менің ойымша, бюджет табысын салық әкімшілендіру арқылы көбейтпестен бұрын, негізінде шығындарға толыққанды талдау жүргізіліп, оны ғалымдармен, білімді экономист сарапшылармен, немесе белгілі бір жол саласы бойынша білетін инженер-технологтармен, қай кәсіп болса да арнайы мамандармен тілдесіп, жүздесіп, бүкіл шығындар баптары бойынша нормативін жасап, немесе қазіргі бар норматив болса, оны қайта қарап, оптимизация жасауы тиіс еді. Сосын барып, егер де тым болмай бара жатқанның өзінде ғана салық әкімшілендіру механизмін жүзеге асыруға мүмкіндік бар еді. Ең алдымен негізінен бюджетті оптимизация жасап, сосын барып қарастыру керек. Мүмкін
бюджет дефицитін жабу мақсатында НДСті 12-ден 16% емес, мүмкін 12-ден 14%-ке көбейткен ғана дұрыс шығар. Немесе мына НДС бойынша порог дейді ғой, порогты 2 есе қысқартпай, мүмкін тек бір 25%-ке ғана қысқартуға болар ма еді деген осындай бір гипотезалық сауалдар туындайды. Әрине, ол үшін толыққанды, жан-жақты және қолжетімді статистикалық ақпарат, қолжетімді деректер қажет. Сол дерек статистика болмаса, онда сізге ешқандай да экономист, ешқандай да ғалым сырттан келіп, немесе білікті, білімді сарапшы бұл мәселеге анық қанығына үңіліп, нақты жауабын бере алмайды. Айтпағым осы. Келесі сұрақ енді Қазақстан үкіметі ел экономикасына инвесторларды көбірек тарту мақсатында түрлі салық жеңілдіктерін ұсынып отыр. Соның арқасында олардың кейбірі корпоративтік табыс салығынан босатылады. Ал 2026 жылдан бастап жеңілдіктер тіпті көбейе түседі екен. Бұл жеңілдіктер енді отандық кәсіпкерлер үшін әділетсіз болмай ма? Негізінде Қазақстан жағдайында білмеймін қайдан шыққанын, бір миф бар бізде. Шетел инвесторын тарту үшін салық жеңілдігін беру қажет деген. Салық жеңілдігін берудің Қазақстан жағдайында ешқандай қажеттілігі жоқ. Неге? Қазақстанда корпоративті табыс салығы жалпылама общий установленный режим. Бұл шетелдік инвестор бар үшін. Отандық емес, шетелдік инвестор бар үшін салық жеңілдігін берудің қажеті жоқ. Өйткені 20% корпоративті табыс салығы бар. Ол 20% корпоративті табыс салығын мысалы Америка, Европа мемлекеттерімен салыстыратын болсақ, оларда ол 40%-тен тіпті 50%-ке дейін де жетіп жатады. Олардың жаңа табысын алатын мемлекеттік бюджеттің салық ретіндегі үлесі. Осы жағдайда енді Қазақстанның қазіргі болып тұрған шетелдік инвесторлар мүмкін болатын келсе, оларға общий установленный режиммен салынатын 20% салықтың өзі Европа, Америкаға қарағанда, дамыған көптеген мемлекеттерге қарағанда 2 есе 2,5 есе төмен. Бұл жағдайда қосымша тағы бір салық жеңілдігін берудің ешқандай реті жоқ. Бұл ретте салық бойынша отандық инвестор болсын, шетелдік инвестор болсын, бір дүниені алып тастауға болады. Ол корпоративті табыс салығын аванспен төлеу, алдын ала төлеу, және қосылған құн салығын аванспен төлеу дегенді. Мен ойымша алып тастау қажет. Өйткені экономикалық теория тұрғысынан бұл орынсыз дүние. Сіз әлі табыс алған жоқсыз, сіз әлі өзіңіздің есебіңізді жүргізген жоқсыз, сіз өзіңіздің жалпы пайдаңыздың үлесін анықтап, еркін ақша ағыны қанша, таза қалдық ретінде таза пайдаңыз қанша деген сауалға әлі жауап берген жоқсыз. Жыл өткен жоқ, бірақ сол бұған дейінгі орташа жылдық көлеммен алдын ала салық төлеу, ол керісінше компанияның шығындарын арттырып, немесе қарызға батырып, ол міндетті түрде инфляцияның өсуіне, немесе компанияның қаржылық тұрғының тұрақсыздығына алып келеді. Сондықтан да бұл ретте отандық инвестор болсын, отандық кәсіпкер болсын, шетелдік кәсіпкер болсын, салықты аванспен төлеу дегенді мен ойымша бұл тәжірибені доғару қажет. Енді бұл корпоратив табыс салығы бойынша. Негізінен корпоратив табыс салығы көптеген адамдар енді кейбір кәсіпкерлер ойлауы мүмкін. Мысалы, сіз 1 миллион теңге табыс алып тұрсаңыз, оның 200 мың теңгесін төлейсіз деп. Жоқ. Корпоративті табыс салығы сіздің жалпы пайдаңыздан төленеді, егер қарабайыр тілмен айтатын болса. Мысалы, сіздің 1 миллион теңгеге бір тауар саттыңыз, ал сол тауар сатуға сіздің айлығыңыз бар, жұмыскерлеріңізге беретін, электроэнергия бар, су бар, жылу бар, жаңағы аренда бар деген сияқты. Оның реагенттері болады, материалдары болады, шикізаты болады. Соған мысалы 800 мың теңге кетті дейік. Сіздің жалпы пайдаңыз қарабайыр негізі 200 мың теңге дейік. Сол 200 мың теңгеден 20% төлейсіз. Көресіз бе? Миллион теңгеден емес. Енді бұл ретте шетелдік инвесторларына Қазақстанның қазіргі 20% салық жүктемесінің өзі үлкен бір инвестициялық тартымды фактор. Одан ары оның төмендетуінің ешқандай да қажеті жоқ. Енді Қазақстанда дивидендтер салығы енгізілген деп жатыр. 5% шамамен 230 мың МРП, одан кейін егер 230 мың МРП-ден асса, месячный расчетный показатель дейді, айлықты есептік көрсеткіш. Биылғы жылмен есептегенде 3932 теңге. Ары қарай 15%. Бұл ретте енді қараңыз, мынандай бір парадокс жағдай бар. Сіз жаңағы өзіңіздің таза пайдаңыз 200 мың теңгеден 20% салық төледіңіз дейік. Енді содан қалған ақшаны сіз дивиденд ретінде шығарып алдыңыз дейік.
сол дивидендтің өзінен сіз тағы салық төлейсіз. Бұл сонда сізге былай қарасаңыз, кәсіпорынның табысына 2 рет салық салынып отырады. Бұған дейінгі мына қазіргі салық кодексі бойынша белгілі бір лимит болатын. Оған дейін дивидендке салық төленбейді, содан кейін бастап 10% деген. Менің ойымша, инвестициялық тартымдылықты нығайту мақсатында кәсіпкерлердің өздерінің тауарларына тым жоғары наценка қоймау мақсатында, менің ойымша, бұл дивидендке салынатын салық деген бапты да алып тастау қажет негізінде. Өйткені теориялық тұрғыдан бұл жерде қарама-қайшылық бар. Сіз кәсіпкердің мақсаты, өз эконом теория бойынша, қазіргі заманғы эконом теория бойынша, кәсіпкердің мақсаты ол кәсіпкерлік табыс табу. Сіз кәсіпкерлік табысыңыздан, пайдаңыздан салықты төледіңіз, корпоративті табыс салығы. Мейлі отандық кәсіпкер болсын, шетелдік кәсіпкер болсын. Енді соның ішінен қалдық өзіңізге келетін ақшадан тағы дивидендтен салық төлеу, ол былайша айтатын болсақ, теориялық тұрғыдан нонсенс жағдай. Сондықтан да бұл ретте де мүмкін меніңше қайда қарастырып алып тастау қажет. Және дивиденд салығынан түсетін салық түсімі де көп емес Қазақстан бюджетінде. Бірақ керісінше оның инфляцияға айтарлықтай үлкен әсері бар. Және де сіз дивидендке салық салғаннан кейін кейбір кәсіпкерлер сол салықты азайту мақсатында, мысалы, үй сатып алса, белгілі бір машина сатып алса, көлік сатып алса, шығын алса, оны дивидендтен емес, толығынан алуының расчетный счеты дейді. Сол толығынан алуының өзінің есебінен төлейді. Ал бұл заңнамалық тұрғыдан өзінің белгілі бір айтсақ санкциялары бар. Көрдіңіз бе? Сондықтан да біз өзіміз көлеңкелі экономиканы төмендету қажет дейміз, бірақ дивидендке салынатын салық, сосын аванспен берілетін салықтар бұл керісінше көлеңкелі экономиканың үлесін арттыруға бір қандай мотив береді.